Жүрек кор кардия қуысты мүше. Қызметі насос тәрізді қанды айдап және қабылдайды. Жүректің топографиясы кеуде қуысында орналасады, төменгі көкірек аралықта жайғасып, алдыңғы бетіменен төс және қабырға шеміршектеріменен, артқы бетіменен өңешпенен, екі бүйір жақтарыменен өкпе қаппен, ал төменгі беті көкетпен жанасады. Жүректің ұшы болады, апекс кордис және негізі болады, базис кордис. Жүрек кеуде қуысында қиғашынан орналасып, алдынан артына қарай, арттан алға қарай, жоғарыдан төмен қарай және оңнан солға қарай бағытталып тұрады. Жүректің ұшы сол жақтағы бұғана орта сызығыменен төмен түскенде 5-ші қабырға аралық 1 сантиметр ішке анықталады. Жүрек бізде қуысты мүше. Жүректі кесіп көретін болсақ, фронтал жазықтықта біз екі пердесін көреміз, көлденең және вертикальді орналасқан. Соның арқасында біздің жүрегіміз 4 қуысқа, яғни 4 камераға бөлінеді. 2 жүрекше және 2 қарыншаға. Жүректе оң жүрекшесін атриум декструм кордис деп атаймыз. Сол жүрекшесін атриум синиструм кордис дейміз. Оң қарынша вентрикулус декстер, ал сол қарынша вентрикулус синистер деп атаймыз. Жүрекшелердің қызметі жүрекке қанды алып келген веналардан қанды қабылдау және төменде орналасқан қарыншаларға қанды айдау болып табылады. Қарыншалардың қызметі жүрекшелерден құйылған қанды қабылдап, әрбір қарынша өзінен шығатын артерияларға қанды айдайды. Оң жүрекшеге келіп құятын веналық тамырлар бұлар жоғарғы және төменгі қуысты вена. Сол жүрекшеге келіп құятын веналық тамырлар 4 өкпе венасы. Оң қарынша айдайтын қан тамыры бұл өкпе сабауы, ал сол қарыншадан айдалып шығатын қан қолға, яғни аортаға айдалады. Енді жүректің қуысты мүше болғаннан кейін 4 несі бар, қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Ең ішкі қабаты бұл эндокард деп атаймыз. Эндокардиум латынша атауы. Ортаңғы қалың және негізгі қызметін жүзеге асыратын бұлшықетті қабаты миокард, миокардиум. Жүректің бұлшықетті қабаты жүрекшелерде 2, ал қарыншаларда 3 қабаттан тұрады. Себебі жүрекшелер қанды көршілес орналасқан қарыншаға айдаса, ал қарыншалар қан тамырларының бойына қанды айдайды. Сосын бұлшықетті қабаты сол қарыншада жақсы жетілген, себебі сол қарыншаның түсетін жүктемесі оң қарынша қарағанда үлкен болып келеді. Келесі сыртынан бізде жүректің эпикард қабаты қаптайды, эпикардиум деп атаймыз. Ал барлығын сыртынан жүректің қабы перикард қаптап тұрады. Перикард, перикардиум, оның қызметі жүректі сыртқы әсерлерден қорғау және жүректің шектен тыс қанға толып кетуден сақтап тұрады. Жүректің камераларының арасында және қарынша менен артериялардың арасында тесіктер болады. Бұл жүрекше қарыншалық және қарынша артериялық. Бұл тесіктер бізде қақпақшалармен, яғни клапандармен жабықтырады. Клапандар қызметі жүректегі қанның бір бағытта ағуын қамтамасыз етеді. Яғни ол қақпақшалар қандай қақпақшалар? Бұл оң жүрекше менен оң қарыншаның арасында 3 жармалы қақпақша. Клиникалық атауы трикуспидалды деп аталады. Сол жүрекше мен сол қарыншаның арасында 2 жармалы қақпақша. Оны латынша атауы бикуспидалды, клиника атауы митралды деп аталады. Және оң қарынша менен өкпе сабауының арасында бізде жартай тәріздес қақпақша болады өкпе сабауының, ал сол қарынша мен қолқаның арасында қолқаның жартай тәріздес қақпақшалары болады. Осымен жүректің тақырыбы аяқталды.